Үстіне сары кеудешесін киіп, қолына күрегі мен қалағын, сыпырғышын қоса ұстаған тынымсыз жандарды жиі көреміз. Шыны керек, қасынан өткен көпшілік оларды елемейді де. Таңмен таласа келіп, кеш қарая қайтуды былай қойғанда, жұмыстарында сенбі жексенбі мейрам деген түсінік атымен жоқ. Олардың еңбегіне бір мезет мән беріп көрдіңіз бе? Тазалып кеткен жеріңді біреуге тағына сен машинадан келеді, лақтырып кетеді. Өзі бастырай қойды. Не тазартын дейді, соғыққа кетті бір тазартпаған сияқты ұялып қаласың. Лақтырмасын, көшеде орындар тұр, сол орынға салсын. Үйдің алдында контейнер тұр, ал көбісі контейнерге салмайды. Кенетте сосын жанына үй шашылады. Тұрнияз Өрбісінов білікті механизатор, ауыл шаруашылығы саласында қызмет етті. Қазір 2 жылдан бері қала көшелерін тазалап, шаһар көркіне үлес қосып жүр. Күні бойы тірнектеген еңбегі бірақ сәтте көрінбей қалатын кездерін ойласа, әрине ренжейді. Сондықтан өзгелер де тазалыққа селқос қарамаса екен дейді. Ақтөбе халқына айтатын, осы көше тазалығында жүрген жігіттер жұмысымыз қиындау. Біреудің жинап кетесің, оның артынан шашылып атады дейді. Айтатын мені лақтырмасын көшеде. Орындар тұрады, соған салсын. Жазда енді ыстық, қыста аяз. Қыста енді болса қар, не тазартасың. Адам жүретін тротуарымыз бар, бульварымыз бар деген сияқты. Таң атысынан күн батысына дейін тыным таппайтын тазалықшы қызметкерлердің бейнеті белшесінен, қаланы күл қоқыстан арылтып, шаһар көркіне үлес қосып, халықтан алғыс аламын ба десе, керісінше еңбектері еленбей қалып жатады. Бұл істі бағалайтындар кем деген. Қанша жерден тік тұрып қызмет етсеңіз де, қала тұрғындарының мәдениеті болмаса, тірліктің бәрі бекер дейді тазалықшылар. Тұрғындардың да өз айтары бар. Это также зависит от людей вообще, потому что люди это, получается, заводы, это машины, это мусор, это все вот влияет на природу, и мы ее загрязняем. Во-первых, люди, да, а во-вторых, плохо убираем. Қазір облыс акиматтың маңайында негізі таза. Алыстай берген сайын өкінішке орай өте төмен сапасы. Тазалық қызметкерлердің жұмыстары мүмкін уақыттары жоқ шығар. Қаланың тазалығына дегенде, енді осы паркта қарасам, күнде жүремін ғой кешкісін. Бір волонтерлар келіп жинады. Бірақ қанша жинап жүргенмен бәрі қаланың салғырт қарайды ғой тазалығына, жинап кетпейміз. Адамның өзі бәрі. Өзіміз дұрысталмай, ештеңе дұрысталмай. Қанша үкімет, акимат қайрағанмен адамның өзі дұрысталмай. Қаланың қоқысы өте өзекті мәселе, өйткені қаладағы қоқыс біздің денсаулығымызға зиян. Яғни қазір қаладағы қоқыс біздің экологияны құртуда, біздің демалып жатқан ауаны құртуда. Мыңдай халқы бар Ақтөбе қаласы жыл өткен сайын ажарланып келеді. Ара-тұра жанымыз жабырқау тартатын жайттар кездесіп қалады. Дегенмен қаланың бүгінгі көркі көңілге қуаныш ұялатады. Абаттандыру мақсатында атқарылған іс қыруар. Жол жөнделді, көше реттелді. Автобус аялдамалары жаңартылды. Аулаларды көгалдандыру, жасыл желек отырғызу жылдағыдан ерекше. Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша осы 21-25 жылға 2 миллиард талдың үстінде егу керек. Қазір аудандар жыл сайынғы бөлінген гектарларын жасап жатыр. Енді бұған ең басты бірінші дендропланды дайындап алу керек. Бүгінгі күні қазір аудандардың барлығында енді тек жалғыз Ырғыз ауданында ғана дендроплан сельский округпен бірге толық дайындалған, қалған аудандардың орталықтарында дайындалған. Бұл өте маңызды құжат, өйткені прокуратураның талабына сәйкес дендроплан болмаған жағдайда тал отырғызуға заңсыз болып есептеледі. Биыл облыста 40 мыңдай көшет, ал Ақтөбеде 12 мың қайың, өрік, орман, алма, терек, үйеңкі, сирень, шетен және ирга көшеттері отырғызылды. Сондай-ақ 350 мың шаршы метрге жуық гүл, шөп, көгал егу жоспарланып отыр. Қалада 19 мың шаршы метрге жуық көгал төселіп, 12 мың ағаш отырғызылады. Көгалдандыру жұмыстары жаңа атап өттім, 3 жылдық мерзімге компания келісімшартқа отырып өз жұмысын бастап кетті. 8 аумаққа біз қаламызды бөлдік. Гүлдер 46 мың егілсе, соның ішінде 1 жылдық 16 мың,
көп жылдық 30 мыңнан астам егілетін болады. Көше мен саябақты қураған ағаштан тазартып, жасыл желекті күтіп баптау жұмысына ерекше мән керек. Ағаштарды еккені егеміз, кейін форма қалапты, сонымен жая қалып жағдайлар бар. Мына жая Асқар Бөбеш, мен сізге бірнеше рет айттым, егер наведите порядок шашалармен. 300-400 жылдың аржағында егілген, ешкім оған қарап атқан да жоқ, сол бойда құрап қалғандары да бар, кейін қарап қалғандары бар. Ескертіп жағдай болса, онда алып тастаңдар, оның орнына басқа ағаштарды егеді. Қаладағы қоқысты шығару үшін 50-ден астам арнайы техника жұмылдырылды. 476 контейнер алаңы бар және 3345 қоқыс жәшігі орналастырылған. Дегенмен тазалыққа ат үсті қарайтындар көп. Жыл басынан бері абаттандыру ережелерін бұзған үшін полиция 4735 әкімшілік іс қозғаған. Кенттің келбетін келтіру үшін биылда біраз жоспар қолға алынды. Саябақтар серуендегендер үшін ыңғайланып, орталық көшелерде арбат ашылды. 101-ші атқыштар бригадасы көшесіндегі демалыс алаңы өткен жылы күзде ашылды. Әдемі шамдар, су бұрқақ, кіші архитектуралық мүсін өз үйлесімін тапқан. Әбілқайыр даңғылмен жағалай жатқан демалыс алаңы тағы бар. Қала бойынша 30-дай су бұрқақ жөндеуден өтіп, скверлер қайта қалыпқа келтірілді. Қаланың ескі бөлігіндегі көп қабатты үйлердің қасбеті жаңарып, жаңаша сән құрды. Биыл қала іргетасының қаланғанына 152 жыл толды. 100 жылдық тарихты былай қойғанда тәуелсіздік алған күннен бастап шаһар ажары көркейе түсті. Бірнеше жаңа ғимарат салынды. Еңбектеген баладан еңкейген кәріге дейін жағдай жасалды. Әлеуметтік нысандардың сапасы да жоғары. Халықтың өмір сүру деңгейі едәуір артты. Ақтөбеміз өркендеп өсе берсін, шүкір, жылдан жылға жақсы болып келе жатыр, жолды салып жатыр, үйді салып жатыр, жақсы болып келе жатыр. Осы қаламыз көркейе берсін, бәріңе тілек тілеймін. Осы көркейген қалада жақсы өмір сүре беріңдер деп. Ақтөбенің сыртқы жағының бәрі де ұнайды, шағала жағы ұнайды, қарғалы жақ бәрі де ұнайды. Бәрі көркейіп келе жатыр, қаламен бірдей бәрі де. Жақсы жағдай жасалған, садиктер бар, бәрі де бар, балалардың ойнайтын алаңдары бар. Ақтөбе қаласына осы кеше ғана қонақ болып келгенбіз. Ақтөбе қаласы өте таза қала екен, қонақжай қала екен, халқы да сондай. Ақтөбе қаласының туылған күні құтты болсын. Біз Нұр-Сұлтан қаласынан кеше жарысқа келдік, бірінші орын иеленіп, енді кетіп бара жатырмыз жүлделі болып. Сәттілік тілеймін, тек өркендеп дами берсін қаламыз. Мен өзім Шымкент қаласынан келіп тұрмын, бұл жерге қыдырып келдім. Ертеңгі Ақтөбе қаласының туылған күні құтты болсын, өссін, өркендесін. Тек қана осылай қыдырып келіп тұрайық. Мен Атырау қаласынан Ақтөбе қаласына бірінші рет келіп тұрман. Біздер балдарымызды талант Казахстан биіне алып келіп тұрмыз конкурстан. Билерімізді көрсеттік, ойнап қайттық, жеңіп қайттық, орын алып. Ақтөбе қаласы өте күшті, әдемі екен, ұнап жатыр. Қазір тұрғындар Қалашық аудандағы тұрғын үйлердің қасбетін жаңарту қолға алынды. Жеңіс даңғылының бойында 32 үй алдыңғы кезекте тұр. Бұл шаруаны мойындалған жауаптылар шатырды, инженерлік желілерді, ауланы жөндеуді өз міндетіне алды. Әрине, ауданның тарихи келбеті сақталады. Жұмыстар тамыз айына дейін аяқталуы тиіс. Сөйтіп, бизнестің әлеуметтік жауапкершілік аясында тұрғындар Қалашығының 113 үйі жөндеуден өтеді. Биыл Ақтөбеде 230 аула жолын асфальттау жоспарланған. Мұнан бөлек 200 аулада балалардың ойын кешені орнатылады. Қала маңында 61 жұмыс жобасы бойынша жөндеу жұмыстары бастап алып, биыл ағымдағы жылы аяқтау жоспарланған. Сонымен қоса қазіргі таңда қала аумағында 10 участке бөлінген аула маңы жолдардың жөндеу жұмыстары бастап алған болатын. Ол бірінші қазір 8-ші мектеп ауданында басталды. Қаланың ескі бөлігіндегі Кереева көшелерінің аула маңындағы асфальттау жұмыстары және де осы қаланың барлық аумағындағы аула маңы жолдарын асфальттау жоспарланып отыр. Жалпы асфальттардың аула маңында 200-ден астам аула маңын құрайды. За сколько лет? Это вообще аж не верится нам. Спасибо большое. Чего передать мне видно, чтобы потом после того, когда мы проведем парад дворы, не шарим. Ақтөбем, Ақтөбем арайлым, тамсанып көркіңе қараймын. Ақтөбем, Ақтөбем мен сені, жердегі жұмаққа балаймын. – 1
Қаланың әдеттегі қалыпты түр-түсі мен үйреншікті кескін келбетіне соңғы кездері түрлі бояулар қосылып, қаламыз құлпырып келеді. Оған қоса қаладағы үлкенді-кішілі қоршаулар алынып тасталды. Бұл жұмыс әлі де жалғасуда. Қаланың тынысы ашылды, көзге де, көңілге де кеңістік берілді. Кедергісіз қала бағдарламасының жүйелі жүзеге асырылуы облыс әкімі Оңдасын Оразалиннің тапсырмасы. Күн санап көркейіп келе жатқан қаланың әсем көрінісі көңілге қуаныш ұялатады. Алайда барымызды бағамдап, жоғымызды түгендеп, айналамызға қамқормен қарау мәдениеттің өлшемі. Баршаға ортақ игілікті істе сіз де белсенді болыңыз.